Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Сұлтанмахмұт Торайғыров ақын, ағартушы, анасынан 1 жасында айырылған. Әкесі Шопырт Әбубәкір кедей болса да ақпейіл, көзі ашық, жомарт кісі болған. Өзінің баласын өсіру үшін көп күшін жұмсаған. 1912 жылға дейін Сұлтанмахмұт өзінің ауылында өскен. Әкесінен ауылдағы молдалардан кітап оқып, хат тани бастаған. 1912 жылы Троицк қаласына барып, оқып бастап, сол жақта өздерінің өлеңін жаза бастаған. Шығамын тірі болсам адам болып. Шығамын тірі болсам адам болып. Жүрмеймін бұл дүниеде жаман болып. Жұртқаным көрде тыныш, жақсы емес пе? Жүргенше бұл өмірден адам болып. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған. Ауылға күнді барып белді болған. Жұлдыз болып көмеймін елдің бетін, болмасам тоған айдай бақыт болған. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес. Ойында өті барлар асылық емес. Тебем деп тірі болсам адамдықты, сет еткен өз-өзіме еткем емес.